Баршаңызға сәлем. Сіздерді қасиетті Рамазан айымен шын жүрегімнен құттықтаймын. Бүгін сіздермен осындай дәмі өте керемет шоколадты құрмалар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Ең алдымен бізге қажетті заттар: құрма, королевский құрма пайдалансаңыздар өте керемет болады. Және ішіне салатын орех, және шоколад, ерітілген шоколад, және безендіруге осындай әртүрлі заттар қажет болады. Ең алдымен құрмамызды жуып аламыз. Жуғаннан кейін осылай салфетканың үстіне қойып кептіріп аламыз. Осылай салфетканың көмегімен жақсылап сүртіп кептіреміз. Рамазан айында жасасаңыздар, қонақтарға ұсынсаңыздар өте керемет болып шығады дәмі. Құрмамыздың ішіндегі дәнін алып, ішіне өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген орех түрін салсаңыздар болады. Ол жағы өз қалауларыңызша. Өте тойымды болып келеді дәмі. Ауызашарда жесеңіздер, және қонақ келгенде дастарханға ұсынсаңыздар, заказ қабылдап істесеңіздер де болады. Өте оңай әрі дәмді. Міне орехтерімізді осылай құрмамыздың ортасына саламыз. Келесі кезекте осылай құрмамызды шоколадқа батыру үшін өзімізге ыңғайлы шпажкілерді салып шығамыз. Келесі кезекте ерітілген шоколадымызға құрмаларымызды батырып шығамыз. Егер заказға қабылдайтын болсаңыздар, шоколадтың температурасы маңызды болып келеді. Ал үйде жасасаңыздар, температурасын бақыламасаңыздар да болады. Міне құрмаларымызды шоколадқа батырамыз осылай. Өте әдемі болып шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Балаларыма да қатты ұнады. Өте пайдалы әрі тойымды құрма шоколаде жасасаңыздар болады. Осылай құрмаларымыздың барлығын шоколадқа батырып, бетіне осылай оформление жасаймыз. Оформление жасау әркімнің өз еркінде. Сіздерге қалай ыңғайлы, үйлеріңізде не бар, сомен жасасаңыздар болады. Ең маңыздысы бізге құрма шоколадеміздің әдемі болуы, дәмді болуы. Осылай барлық құрмаларымызды шоколадқа батырып шықтық. Және барлығын оформление жасап шықтық. Келесі кезекте жарты сағатқа морозильникке саламыз құрмаларымызды. Жарты сағатқа салсаңыздар жетеді. Шоколадымыз кішкене қатуы қажет. Міне біздің құрма шоколадтарымыз морозильниктен шықты. Шпажкаларын аламыз да осылай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Осыдан алдыңғы видеода мен сіздерге
шен шоколаденің рецептісімен бөлістім. Міне осылай шен шоколаденмен ассорти етіп қойып дастарханға ұсынсаңыздар өте керемет болады. Рамазан айымен сіздерді шын жүректен тағы да құттықтаймын. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазамыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай рецепт. Сау болыңыздар, ас болсын.